Енді мен комментарияларда жазып отырдым, оны бір көрініп қарайын деген репш жасадым. Бұның бәрін бір көрініп қарайын деген ойым болған жоқ, бірақ мен өз елімді, өз жерімді жақсы көретін, осы ана мен атадан кемпір болып туған жоқпын ғой. Қызымын, мен де белсенді талай жерлерден өткен, мен оны айтып жатқан жоқпын. Менің сөз саптауыма қарап, менің отырысыма қарап, менің бет бояуыма қарап, менің ортамның қандай екенін білуге болады. Мен Жайнаны өзім тектес батыр қыз деп есептедім. Мен сондықтан аттай жеріп, қуатпен Жайнаның атын артынан еріп отырдым десем де болады. Қылықтарын көріп отырдым десем де болады. 17 күн мен ақындар айтысына барып, денсаулығым болмай қалды. Әйтпесе 18 күні Астанаға ұшып кетемін деп ойлағам. Сол жерде кезігуге де менің жағдайым бар еді. Бір немеремді ертіп барсам, аузына түкіртейін деп едім. Менің өзімнен де талай ұзатып кеткен қыз жігіттер қайта оралып елдеріне келгенде аузына түкірткен, аузына түкірткен